Азаматтарды шетелге емделуге жіберуді ұйымдастыру бойынша жұмыс органына Қазақстан Республикасы азаматтарын бюджет қаражаты есебінен шетелге емделуге жіберу тәртібімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Баяндаушы жұмыс органының басшысы Бейсен Майра Боранбайқызы. Бүгінгі таңда елімізде әлі жетілдірілмеген немесе көрсетілмейтін жоғары технологиялық қызмет түрлерін алу мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы азаматтарын шетелде ем алу қарастырылған. Қазақстан Республикасы азаматтарын шетелге емделуге жіберу Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 маусымдағы номер 544 Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты есебінен шетелге емделуге жіберу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады. Қағида пациенттер өз бетінше шетелдік медициналық ұйымдарға емделуге барған жағдайларда қолданылмайды. Яғни бұл дегеніміз, науқас өз бетімен шетелдік клиникаларға шығып кеткен жағдайда мемлекет тарапынан ем шығынын өтеуге мүмкіндік болмайды. Шетелге емделуге ересек науқастар үшін жіберілетін аурулар тізбесі. Ол бірінші, мидың хирургиялық қолжетімсіз функционалдық маңызы бар салаларында оқшаулануға байланысты емделудің радиохирургиялық әдісін талап ететін артеровенозды мальформациялар және ісіктер. Екінші, эндоваскулярлық емдеуге арналған бас ми діңі тамырларының, жұлын миының артеровенозды мальформациялар және артериялық аневризмдар. Үшінші, трансоральды алып тастау үшін бас сүйектің негізгі ісіктері, радиохирургиялық емдеуді талап ететін көздің қатерлі ісіктері. Бесінші, геропротездеу. Алтыншы, тіндерді, тіннің бөлігін немесе ағзалардың бөліктерін транспланттауды талап ететін аурулар, ересектер мен балалардың гемопоэздік жасушаларының аутологиялық және туыстық транспланттауды қоспағанда, нозологиялардан басқа бұл әдістеме тәжірибенің болмауына байланысты Қазақстан Республикасында орындалуы мүмкін емес. Және сондай-ақ көмейдің трахея стеноздары аурулары болған жағдайда ересек науқастар бюджет қаражаты есебінен шетелде емделуге үміткер бола алады. Және сондай-ақ жекелеген санаттардың тізбесіне тоқталатын болсақ, көрсетпелері болған және Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ұйымдарында диагностика мен емделудің қолдануға рұқсат етілген барлық әдістері пайдаланылған, бірақ емнің оң нәтижесі болмаған жағдайда 18 жасқа дейінгі балалар жіберіледі. Бұдан басқа ерекше жағдайларда Қазақстан Республикасы президентінің, Қазақстан Республикасы премьер-министрінің тапсырмасы бойынша қызметтік міндеттерін атқару кезінде ауыр жарақат алған және мертіккен Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ұйымдарында диагностика мен емдеудің қолдануға рұқсат етілген барлық әдістері пайдаланылған құқық қорғау органдарының қызметкерлері, Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің қызметкерлері. Осы қағидаға сәйкес Республикалық денсаулық сақтау ұйымы қағаз жүзінде және электрондық түрде науқастың құжаттары топтамасын шетелге емделуге қажеттілігі туралы қорытындыны жұмыс органына ұсынады. Ол қандай құжаттар? Бірінші, пациенттің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі. Екінші, бұрынғы мерзімі 30 күн жұмыс күнінен аспайтын диагностика мен емдеудің клиникалық хаттамаларына сәйкес жүргізілген зерттеулердің растайтын құжаттарды қоса бере отырып және консультациялардың нәтижелерін қамтитын Республикалық денсаулық сақтау ұйымы ұсынған пациенттің ауру тарихынан үзінді. Үшінші, осы қағидаларға бірінші қосымшаға сәйкес пациентті бюджет қаражаты есебінен шетелге емделуге жіберу туралы Республикалық денсаулық сақтау ұйымының қорытындысы. Жұмыс органы туралы ақпаратты әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының ресми сайтында табуға болады. Республикалық денсаулық сақтау ұйымы ұсынған құжаттарды алған күннен бастап жұмыс органына бір күн жұмыс ішінде Қазақстан Республикасының азаматтары бюджет қаражаты есебінен шетелге емделуге жіберілетін аурулар тізбесіне және жекелеген санаттардың тізбесіне сәйкестігін қарайды.
жұмыс органы республикалық денсаулық сақтау ұйымынан пациентті шетелге емделуге жіберу туралы қорытындысы келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күн ішінде алынған деректерді, яғни науқастар туралы мәліметтерді жұмыс органының сайтында орналастырылған күту парағы ақпараттық жүйесіне енгізеді. Яғни науқастың құжат топтамасы жұмыс органына келіп түскен күннен бастап науқастар өзінің сұраным коды бойынша құжаттарының қарастыру нәтижелерін сұраным сілтемесіне байланысты өзінің кезектілігін қадағалай алады. Азаматтарды шетелге емделуге жіберу үшін республикалық денсаулық сақтау ұйымының қорытындысын алған күннен бастап пациентті емдеу тізбесіне, бағдарламасына және оны көрсету мерзіміне арналған шығыстардың калькуляциясын шетелдік медициналық ұйымдардан сұратады. Шетелдік клиникаға жіберілетін пациенттерді емдеу бағдарламасын пысықтау үшін шетелде емделуді ұсынған бейінді республикалық денсаулық сақтау ұйымының дәрігерлерін тартады және олармен электрондық почта, телефон және басқа да қолжетімді байланыс құралдары арқылы шетелдік медициналық ұйым ұсынған емдеу бағдарламасын бірге өңдейді. Шетелдік медициналық ұйымдардың мамандары пациенттің жай-күйі туралы қосымша ақпарат сұрау салған жағдайда, сұрау түскен күннен бастап 3 күн жұмыс ішінде шетелдік медициналық ұйымдармен телемедициналық консультациялар ұйымдастырады. Құжаттар топтамасын қарау жөніндегі іс-шаралардың нәтижелері бойынша жұмыс органы республикалық денсаулық сақтау ұйымынан науқасты бюджет қаражаты есебінен шетелде емделуге жіберу туралы қорытындысын 14 күн жұмыс ішінде сараптама комиссиясы отырысына ұсынады. Осылайша науқасты шетелге емделуге жіберудің маңыздылығы туралы шешімді Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің жанындағы сараптама комиссиясы қабылдайды. Комиссияның оң шешімі қабылданған жағдайда жұмыс тобы шетелдік медициналық ұйымдармен бюджет қаражаты есебінен медициналық қызмет көрсету үшін 10 күн жұмыс ішінде келісім шарт жасасады. Сондай-ақ жұмыс органының мамандары үнемі науқаспен және шетелдік клиникалармен байланыста болады. Әрбір 10 күн сайын науқастың жалпылама жағдайы туралы жүргізілген ем шаралар туралы ақпараттар алмасып отырады. Пациенттерді шетелдік медициналық ұйымдарға емделуге жіберуге байланысты шығыстарды төлеу де мемлекет есебінен жүргізіледі. Яғни, жеке науқастың өзіне ғана емес, емге, жол жүруге бірге қатысатын науқастың көмекшісі ретінде медициналық ұйымдарға емделуге жіберу кезінде науқас пен емге алып барушы адамға да жол шығындары мемлекет есебінен жүргізіледі. Пациентті емдеуге жіберу үшін шетелдік медициналық ұйымды таңдаудың негізгі өлшемдері емдеу бағдарламасының сәйкестігі және бәсекелес ортаны ескере отырып емдеудің инновациялық әдістерін пайдалану болып табылады. Сондай-ақ баға саясаты да маңызды рөл атқарады. Біз жақын және алыс шетелдердің Ресей, Белоруссия, Түркия, Оңтүстік Корея, Үндістан, Германия, Испания және тағы басқа мемлекеттер сияқты алдыңғы қатарлы бейінді шетелдік медициналық ұйымдармен ынтымақтасамыз. Олар Қазақстан Республикасында өткізілмейтін жоғары технологиялық медициналық қызметтер көрсететін және денсаулық саласында халықаралық сертификаттары бар көп бейінді медициналық ұйымдар болып табылады. Бұдан басқа, осы бағдарлама шеңберінде жоғары технологиялық медициналық көрсетілетін қызметтерді дамыту мақсатында республикалық медициналық ұйымдар базасында пациенттерді мастер-класс шеңберінде емдеу кезінде тиісті бейінді тартылған шетелдік мамандар отандық мамандармен тәжірибе алмасады. Инновациялық медициналық технологияларды қарқынды енгізудің арқасында шетелде емделуге үміткер пациенттердің саны азаюда. Егер де қосымша сұрақтарыңыз туындаған жағдайда комментарийді қалдыруларыңызға болады. Міндетті түрде жауап береміз. Назарларыңызға рахмет.